өзіңді өзгелермен ешқашан салыстырма. Бірақ Түркияға барып көрдім ғой, Түркияда өмір сүріп көрдім ғой, көзқарасымның өзгергені ол дұрыс емес демеймін. Задрот, батан деп ойламаймын. Қандай білімді адам. Жігіттер барлығы айтады ғой, мен осы қызды кездестіргенде бәрібір де өзімнің әйелім болатынын білдім деп. Барлығыңызға сәлем, құрметті менің YouTube каналымдағы көрермендерім. Бүгін мен ерекше форматтағы видео жазайын деп отырмын. Кішкене өзімнің үйімде уютный болсын деп өзімнен киім киіп алдым. Өзімнің жататын кереуетімде кәдімгі үйдегі обстановкадағыдай болсын деп, осындай бір уютный, өзімнің өмірде түйген және сіңлілеріме айтқым келетін ақылдарды жинап осы жерге сіздердің алдарыңызға келген болатынмын. Жалпы негізі өзімді ақыл айтатын бір қатты ақылдана біреу деп мүлде санамаймын. Бірақ осы уақытқа дейін түйген, көрген өзімнің өмірлік сабақтарымнан, алған сабақтарымнан түйген ақыл кеңестерімді, ойымды, түйіндерімді сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Өйткені менде күн өткен сайын, жыл өткен сайын, уақыт өткен сайын есейіп, ойыма неше түрлі нәрселер түйюдемін. Соны шын жүректен бөліскім келеді. Алғыңыз келген, өміріңізге пайдаға асатын ақылды алыңыз, пайдаға аспайды деген ақылды тыңдамаңыз деген сияқты, яғни өзіңіз үшін керегін алып, сізге пайдасы болатындай бір жақсы ақпарат алып кетесіз деген үміттемін. Жалпы бұл видеоны көбінесе қыздар қауымына арнап жазудамын. Өйткені қыз басын өзім өте қатты жақсы көремін. Түрік сериалында былай айтады, кадын-кадынын юрдудур, курду değildir деген сияқты, яғни әйел әйелге ол пана бола алатындай болу керек деген сияқты. Сол себепті мен де өзімнен кейін келе жатқан сіңлілеріме қандай ақыл айтар едім деген нәрсені ойланы келе, осы нәрсені жазып, телефоныма сіздердің алдарыңызға келіп отырмын. Жалпы бұны Инстаграмда да бөлісуіме болатын еді, бірақ осындай үлкен форматта, одан бөлек ютубқа шыққым келіп жүрген соң, барлығы өйстіп бір-бірімен кесіп тұрған соң, мен де осылай видео түсірейін деп шештім. Ал бастайық. Ең бірінші кеңесім ол өзіңді өзгелермен ешқашан салыстырма. Мысалға біздер Инстаграмда өте әдемі картиналарды көріп жатамыз. Біреудің өте әдемі өмірі, біреудің өте әдемі қарым-қатынасы, керемет саяхаты, әдемі өмірі деген сияқты. Бірақ оның ар жағында не болып жатырғанын, қандай нәрсемен келгенін біздер мүлде білмейміз. Өйткені өзім де кезінде Түркияға алғаш барған жылы қатты қиналдым. Магистратураға барған жылы, ол алғаш барған жылым емес, бірақ магистратураның бірінші жылында қатты қиналдым. Сол кезде мысалға фото саламын, видео саламын, өте бақытты, керемет қыдырып жүрген адам ретінде. Бірақ та ешкімге мойындағым келмейді. Шын мәнінде менде барлығы жақсы емес, менің көңіл күйім құлазып тұр, іштей күйініп тұрмын, жаңағыдай түңіліп тұрмын деген сияқты нәрселерді ешкіммен бөліспедім. Жай ғана мен барлығына өте бақытты екенімді көрсетумен болдым. Сол себепті қазір сол фотоларыма қараймын да ойлаймын, мен мына кезде күлгенім күлкі емес қой деп ойлаймын да. Мынау мұңмен аралас бір нәрсе ғой деп. Өйткені шынымен де қалай айтсам болады, өзімді қинап, білмеймін, сөйтіп суретке түсіп, сөйтіп жаңағыдай өзімді қатты бақытты сияқты көрсетуге тырысатын едім. Содан кейін де ешқай адамның несіне сенбеймін. Мысалға өмірде қанша адаммен араласасың, мысалға тіпті TikTokта адамнан да тренд шығып жатыр ғой. Мына гүлді жігітің қай уақытта бер, көзіме шөп салғанда, 2 апта сұрағаннан кейін, бүйткеннен кейін, сөйткеннен кейін дегенде, мысалға біздер сырт фотосына қарап, сырт келбетіне қарап ойлаймыз, жұрттың жігіті қандай керемет деп. Бірақ шынына келгенде өзіңнің өміріңді, өзің арақатынасыңды ешкіммен салыстырып керек емес. Салыстырсаң өзіңмен салыстыр, бұрынғы жағдайыңмен салыстыр. Мысалға мен 1 жыл бұрын қандай болдым, мен 1 жыл бұрынғы мінезім қандай еді, арманым, мақсатым қандай еді, мен оған жеттім бе, менің көзқарасым қалай өзгерді деген сияқты сондай салыстыруларға ғана жол беруге кеңес беремін. Өйткені басқалармен үнемі салыстырсаң, сенен де алдыда адам болады, сенен әлдеқайда артта адам болады. Сол үшін де басқа қарасаң тек шүкіршілік етуді үйрену керек деп ойлаймын. Сол себепті басқа біреуге қарап, онымен салыстырып, өзіңді түңілдіруге жол берме деп кеңес берер едім. Екінші кеңесім ол әркімнің бақыты әртүрлі нәрседе. Мысалға, менің жасым қазір 24-те, мен
2 ай болады күйеуге шыққаныма, тұрмыс құрғаныма. Оған дейін мен шетелде оқыдым, аралап келдім, саяхаттадым, өзім бөлекте тұрдым, ата-анам мен де тұрдым, басқа қалада да тұрдым, басқа елде де тұрдым. Бірақ ол кездегі менің бақытым сол өзімнің еркіндігімді табу, өзім дегенін мен дегенімді табу болды да. Ал дәл сол уақытта менің құрбыларымның бақыты ол өзінің теңін табу болды. Мысалға, мен оқуға түсіп жатқан кезде кейбір құрбыларым тұрмысқа шығып ана болып жатты. Оның бақыты ана болуда. Сол үшін де мысалға менің айтқым келгені мына нәрсе: сенің жасың кәдімгідей ұлғая беруі мүмкін, қатарластарың күйеуге шығып, жаңағыдай сен жалғыз қалып баратқандай болуы мүмкін, махаббатыңды мүлде кездестірмейтіндей болуың мүмкін. Бірақ та сенің бақытың бәлкім сол уақытта ол нәрседе емес шығар. Сен жай ғана жаңағы айтқаным бірінші ақылым, басқаға қарап өзіңді салыстырып туыңа күйеуге шығып жатыр, өзің махаббатты тапты, ал мен деп ойлауың мүмкін. Бірақ сол күннің өзінде сенің дейтін өзіңнің үйің болуы мүмкін, өзіңнің армандарыңды орындауы мүмкін, саяхаттап жүруің мүмкін, сенің бақытың басқа нәрседе болуы мүмкін. Ал жаңағы сенің қарап ойлап жүрген қызың ойлауы мүмкін: қандай керемет, саяхаттайды, қалаған өмірін сүріп жатқан жоқ деген сөз емес. Жай ғана құрдас болсаңыз да, өмірлік жолдасыңыз болса да, досыңыз болса да, ол адамның бақыты басқада, сіздің бақытыңыз басқада болуы мүмкін. Мысалға, біздер оқу бітіргеннен кейін біреулер тұрмысқа шықты, біреулер оқуға түсті, біреулер жұмыс істеп кетті. Әркім мына бір-біріне қарап, мынаның өмірі былай болып жатыр, қандай керемет деп ойлайды. Мысалға, мен тұрмысқа шыққан қыздар қарап ойлаймын: қандай керемет өзінің махаббатын тапты. Енді мен махаббатымды табам ба деп мүлде ойламайтын шығар деп ойлайтын едім. Баласы бар, қандай керемет осы жаста ана болып жатыр. 25-ке келгенше жасы уже баласы өсіп қалады деген сияқты. Басқалар мысалға жұмыс істеп жатты. Мен оқуға түскен кезде менің мұндай ақшам болған жоқ, жұмыс істеп жатқан достарыма қарағанда. Сол кезде ойлайтын едім: қандай керемет өзінің карьерасын жасап жатыр. Олар да маған айтатын: қандай керемет, сен оқуын жалғастырып жатсың, шетелде оқыватсың деген сияқты. Сол үшін де әркімнің бақыты әртүрлі нәрседе болуы мүмкін. Сол үшін де біреудің бақытына қарап, мен бақытым осы емес пе деп ойлау мүлде қате нәрсе. Өзіңізден сұраңыз: мен дәл қазіргі жағдайда өзімді жайлы сезінем бе, бақытты сезінем бе деген сияқты. Басқаларға қарап еліктеп кету ол өте оңай. Бірақ өзіңді моральны баланста ұстау ол бұдан да қиын. Сол үшін осыны естеріңізде сақтаңыздар. Менің бақытым ол кітап оқу, өзіммен өзім жүру, махаббатын іздемеу шығар мүмкін. Ол оны күту шығар. А біреу үшін ол махаббатын іздеу шығар деген сияқты. Яғни шын мәнінде кейбіреулер тіпті бетіңе келіп айтпауы мүмкін: сен қандай керемет бақытты адамсың деген сияқты. Бірақ іштей андай тамсану мүмкін, сол сияқты сен де тамсануың мүмкін. Бірақ та дәл сол себеппен де адам налып түңіліп кетпеу керек деп ойлаймын. Үшінші менің ақыл кеңесім: оқы. Осы өмірде ойлаңыздаршы, мен осы нәрсені ойласам кәдімгі қанаттанып кетемін. Осы өмірде мен білмейтін неше түрлі нәрсе бар. Мен ештеңе білмеймін. Мен оқыған сайын ештеңе білмейтінімді түсінемін. Мен бірдеңе үйренген сайын, бір курс оқыған сайын, бір кітап оқыған сайын, бір подкаст қараған сайын, бір ақпаратты кішкентай бір мақаладан оқып қалған сайын өзімнің мен мұнаны білмеппін ғой деп ойлаймын да. Дәл сол сияқты менің білмейтін қаншама дүнием бар. Ойлаңыздаршы, сіздің де біз білмейтін осы әлемде қаншама керемет ақпараттар бар, білім бар, білмеймін, түсінік бар деген сияқты. Сол себепті оқыңыздар. Өзіңіздің оқығыңыз келетін, үңілгіңіз келетін тақырыпты оқыңыз. Мысалға, мен белгілі бір уақытқа дейін былай ойладым: мен кітап оқығанды жақсы көрмеймін деп. Бірақ шын мәнінде мен өзімнің жақсы көретін бағытымды, жанрымды таба алмаған екенмін. Мысалға, маған психология қызық. Психология, адамның неге бұл осындай ситуацияда неге ол осылай жауап береді, неге осындай әрекетке барады деген сияқты сұрақтарға жауап іздеу маған қызықты. Бірақ оның кітабын мен мүлде оқи алмайды екенмін. Мен оны подкасттардан іздегенді, мақалалардан, кішігірім ақпараттардан қарағанда жақсы көремін. Ал кітап ретінде мен көркем әдебиетті қаттырақ жақсы көреді екенмін.
адамдардың бір адамның өмірі туралы оқығанда, мысалға бір адамның махаббат хикаясын, өмірде түйгенін, отбасы туралы, әжесі туралы кітапты оқығанды жақсы көреді екенмін. Бұл менің психологияға, философияға және басқа да нәрселерге деген қызығушылығымды нөл қылмайды. Жай ғана мен ол тақырыптағы ақпараттарды басқа жолмен алғанды жақсы көретінімді білдіреді. Ал кітаптан мен тек қана көркем әдебиетті оқығанды жақсы көреді екенмін. Сол себепті оқыңыздар. Оқу ол тек қана кітапқа байланысты нәрсе емес. Жаңа айтып отқан подкасттар, документалды фильмдер, өте қатты жақсы көремін документалды фильмдерді. Қарап отырып, әрбір сөйлемінде керемет ақпараттар бар екен көрген сайын ойлаймын, қандай ғажап, бұны да мен сияқты адам жасады ғой, мен де осыны білуім керек деп ойлаймын. Сол себепті қыздар әсіресе оқиық, білімді болайық. Біздер мысалға өздеріңіз ойлап көріңіздер, біздер болашақ анамыз, иә? Мысалы баламыз келіп бірдеңе сұрағанда оған неше түрлі нәрсе айта алатындай ақылды, білімді ана болсақ керемет емес пе? Сол себепті одан да бөлек белгілі бір ортаға барғанда, қоғамда бір сұраққа жауап бергенде үнемі бір нәрсені көп білетін адамды тыңдаған үнемі қызық екен, өзіңіз де білесіз ғой. Мысалға, абай айтқандай, осындай деп сөзді нақты контекстке байланысты келтірсе, қандай ақылды деп ойлайсың, иә? Дәл сондай адам бізде бола аламыз. Сол себепті қыздар, өтінем, оқыңыздар. Өмірде білімнен артық, біз білмейтін нәрселерді білгеннен артық, білмеймін, қызық нәрсе жоқ сияқты өзіме. Бірдеңені оқыған сайын қандай керемет деп ойлаймын мен. Бірдеңені білген сайын жүгіріп барып күйеуіме айтамын, жан, мынандай нәрсе бар екен. Алдында мысалға мен иммунитетке байланысты курс алдым. Сол кезде мен мына кишечниктің нервной системасы бар екенін білдім. Неге біздер қарнымыз ашқанда ашуланатынымызды білдім. Қызық қой? Өйткені екеуміз тамақ ішпесек ашуланып кетеміз. Жүгіріп барып күйеуіме айтамын, жан, білесің бе, тамақ ішкенде ашуланамыз. Өйткені осылай екен. Серотонин кишечникта көбірек бөлінеді екен деген сияқты екеуміз кәдімгідей таңғалып қалдық. Сол себепті қыздар, білмеймін, өзіңіздің ұнататын тақырыбыңызда үнемі ізденісте болуды ұмытпаңыздар. Менің университетте педагогикадан беретін марқұм болып кеткен Сәуле апайым үнемі айтатын еді, үздіксіз білім алу керек. Өйткені күн өткен сайын неше түрлі нәрсе шығып жатыр. Біз соның барлығына ілесіп үлгеруіміз керек. 4-ші ақылым, ата-анаңды қатты сыйла, бағала, қадірле. Әсіресе қыз балалар күйеуге шыққанға дейін ата-анаңды барынша қуантуға тырысу керек. Өйткені осы уақытқа дейін қанша күйеуге шыққан қыздармен сөйлестім, олардың ішінде бәрібір бір өкініш болады екен. Үйімде қатты ерке қыз болдым, ата-анама ештеңе істемедім, ата-анама тіпті шай да құйып бермедім, ата-анама телефон алып бермедім, оларды саяхатқа жібермедім деп іште қатты өкінетін қыздар бар. Сол себепті мысалға мен де шетелге оларды жіберіп үлгерген жоқпын. Жібергім келгенмен оларды біртүрлі келістіре алған жоқпын, көндіре алған жоқпын. Менің де әлі де орындалмай кеткен армандарым бар, бірақ өкінбес үшін күйеуге шығар алдын көп нәрсе істеуге тырыстым. Сол үшін көп жұмыс жасадым. Ата-анамнан аяған жоқпын, әлі күнге дейін аямаймын. Мамамның сондай бір жақсы жағдайда өмір сүргенін қатты қалаймын. Сол себепті қыздар, жұмысқа шықпас бұрын ата-анаңыздың бағасына жетіңіздер. Ата-анаңызға неше түрлі тәтті тамақ пісіріп беріңіз, неше түрлі тәтті пісіріп беріңіз. Олармен көп сөйлесіңіз. Өйткені ертең бәрібір де күйеуіңіздің ата-анасына сол нәрсені көрсететін болған соң іштей өкінесіз. Ата-анама өзімнің әке-шешеме сөйтпедім ғой мен деп ойлайсың да. Күйеуіңнің әке-шешесіне олай жасау ол жаман нәрсе демеймін. Ол да дұрыс нәрсе, бірақ өзіңнің ата-анаңа перзенттік парыз ретінде андай психологқа барып, мен ата-анамды кешірем дегенді мен шынымен де мүлде түсінбейді екенмін. Өйткені
ешқай ата-ана мен жаман ата-ана болайын, мен балама травма жасайын деп жасамайды. Әрине шынымен де травмалар болуы мүмкін, бірақ та оны ата-анамды кешіру деп атау мен үшін үлкен опасыздық болып көрінеді. Өйткені ата-ана біз үшін барлығын жасайды да, бізді қатарынан қалмасын, бізді жақсы білім алсын, жақсы киінсін, ортасының әйтеуір соңында қалып қоймасыншы деп тырысады да. Олар да өмірде бірінші рет ата-ана болып жатыр ғой. Олар туыла сала ата-ана болған жоқ. Сен маған бүйттің, сен мен бала кезімде сондай болдың деп те кінә арта алмаймыз, ол мүлде дұрыс емес нәрсе. Өйткені мысалға менің анам 22 жасында ана болды да. Мысалға мен қазір өзімнің 22 жасыма кері оралсам, мүлде ана болуға дайын емес, сондай бір әлі жастығымен қоштаса алмаған, әлі де сол бір балалығы бар, шалалығы бар өзімді көремін да. И дәл сол сәтте ана атанған өзімнің мамама қараймын да, ешқалай кінәлауға дәтім бармайды. Әлі күнге дейін тіпті осыны ойлап отырып, қатты андай бір көзіме жас алғым келеді да. Мына жерім өксікті қылып отыр. Өйткені көп көремін, тіпті рекламалардан, таргеттен көп көремін. Ата-анаңды кешірмегенсің, бүйткенсің, сөйткенсің деп. Мен үшін ол өте үлкен опасыздық. Өйткені ешқай ата-ана өзінің баласын жаман болсын, мен жаман ата-ана болайын деп жасамайды. Бүкіл ата-ана, сіз де ертең өзіңіздің балаңызға мен ең керемет ана болғым келеді, мен көп нәрсе үйреткім келеді, менің балам ақылды болған қалай, менің баламда осындай жақсы нәрсе болса екен деп қолындағы барын тосам деп ойлайсың. Біздің ата-анамыз да дәл солай істеді. Сол себепті ата-аналарыңызды қатты бағалаңыздар, қолдарыңыздан келгенше. Оларды міндетті түрде шетелге алып бару, оларға қымбат сыйлықтар жасау, ол шартты түрде емес. Біздің ата-анамызға біздің аман сау болғанымыз да жеткілікті. Бірақ та қолыңыздан келген жақсылығыңызды, қолыңыздан келген бір қуантатын сәттерді жасауға тырысыңыздар. Айтқан тамақ пісіріңіздер, табиғат аясына бірге шығыңыздар, кішкене алыстап кетсеңіз жақындасыңыздар, отбасымен бөлек бір жақтарға шығыңыздар деген сияқты сондай нәрселерді әр сәтті бағалайтындай бір деңгейге шығуыңызға кеңес берер едім. 5-ші кеңес ол саяхатқа ақша жина дер едім. Мысалға мен өзімде байқаймын, қазір жастардың көбі енді шетелге шығуға асық, шетелге шығып жатқандар көп. Сонымен қатар шетелге мүлде шығуға тырыспайды. Енді шетелге мүлде шыққың келмесе, сен шығуың керек деп ешкімді мәжбүрлемеймін. Бірақ та шынымды айтайын ба, мен бірақ Түркияға барып көрдім ғой, Түркияда өмір сүріп көрдім ғой. Көзқарасымның өзгергені, ой өрісімнің кеңейгенін содан ақ байқаймын да. Сол себепті мен шын жүректен барлық адамға шетелге шығып, өзіңнің еліңнен де басқа елді көріп, өзіңнің менталитетіңнен де басқа менталитетті көруге кеңес берер едім. Өйткені ол мүлде басқа нәрсе. Ол басқа деңгей. Содан кейін, мысалға шетелге шыққаннан бөлек оқыған ол мүлде керемет. Мүлде басқа нәрсе дегім келген. Өйткені сен ол жерде саяхаттаған сияқты бір үстіртін барып кетпейсің, сен сол жердің өмірімен қайнасасың, сол қоғамның бір бөлігі боласың деген сияқты. Сол жерде сен адамдардың шын өмірін көресің, қарапайым халық қалай өмір сүреді екен, бай халық қалай өмір сүреді екен, айырмашылықтар қандай екен деген сияқты, жұлдыздар қандай екен, жаңағы саясаттары қандай екен, депутаттар не істейді екен деген нәрсенің барлығын көресің да. Сол кезде уже сенің шынымен де бір ой өрісің кеңіп, көзқарасың өзгеріп, басқа адам болып бастайсың. Мен тіпті бар ғой, біріңіз білсеңіз, мүмкін біріңіз білмессіз, түріктердің өте вежливый халық екен, өте сондай жаңағыдай күліп, жылғанды адамдар да. Мысалға дүкенге барсаң, сәлеметсіз ба, күніңіз жақсы өтсін, саудаңыз жақсы жүрсін, нан бар ма деп сұрайсың да, рахмет, күніңіз сәтті өтсін деп тағы кетесің. Бізде қалай, сәлеметсіз ба, нанды беріңіз. Ол дұрыс емес демеймін. Ол біздің менталитетіміз, ол біздің табиғатымыз. Бірақ мен Түркияға барып келгеннен кейін таксиға мінемін ба, сәлеметсіз бе, отырам, сосын енді бүйтіп көпіріп әңгіме етпеймін, бірақ та түсіп кеткеннен кейін рахмет көп, сау болыңыз деп, күніңіз жақсы өтсін деп, бестік бағамды қойып, сөйтіп кетемін. Дүкенге барғанда сәлеметсіз бе, осылай нәрсе бар ма, саудаңыз жақсы жүрсін, бүгін күшті болып тұрсыз деген сияқты просто так комплименттерді айтып үйрендім. Жай ғана күліп үйрендім. Әйтпесе шынымен Түркияға барғанға дейін мен батыстың андай бір үлкен қызы болдым да, кәдімгі. Не деп кететін. Сол себепті сондай нәрселер бар, көзқарасың өзгереді. Содан кейін сен шетелде оқып келген қыз бәрібір де шетелде оқып келген қыз болып тұрады. Содан кейін сен шынымен де уже шетелде оқып келген жігітпен теңесе аласың. Сенің теңің әрі қарай өзгереді.
немесе енді шетелде оқымаған жігіт сенің теңің емес демеймін, бірақ бәрібір де сен басқалардың алдында абыройың сәл де жоғарылау болады. Өйткені сен шетелде көрмеген нәрсең жоқ, өте көп нәрсені көрдің, өз бетіңмен бардың, маңдай теріңмен оқыдың, біліміңді алдың, еліңе келдің, кәсіби маман болдың деген сияқты нәрселердің барлығы бәрібір де сені қоғамда одан әрі жоғарылатады деген сияқты, жұмыста да. Сол себепті мысалға мен Түркияға барғалы бері менің шетелдік достарым өте көп болды. Менің басқа елден, басқа ұлттан достарым көп, және қазақтардан да басқа елде оқыған достарым да бар. Сол себепті сенің ортаң да, сенің дәрежең де басқаша болып өзгеретінін білсең дұрыс деп ойлаймын. 6-шы кеңесім, денсаулығыңды қатты күт. Өзіңді қатты күт. Жылы киін. Мысалы мен көп көрем, қыстыгүні мүлде колготка кимейтін қыздарды, сөйтіп оның етекері дұрыс келмейді, өзінің денсаулығы бұзылады, бүйтеді сөйтеді. Бұл өзіңе жасаған үлкен қиянат. Ертең мысалы біз ана боламыз, одан бөлек жай ғана адам ретінде әр адам өзін күтініп жүру керек. Содан кейін тістеріңді емде. Менің әкем үнемі айтатын, тіс шығуға асықпа қызым. Одан да көп ақша төлесең де тісіңді аман алып қалуға тырыс, емдет. Сол үшін де мен дейтін Түркияға барып келген жарты жыл сайын тісім ауырса да ауырмаса да стоматологқа барып, кішкене болсын басталып кеткен тісім барлығын емдетіп сөйтіп кететінмін. Қазір сол үшін өзіме үлкен алғыс айтамын. Содан кейін мен мүлде жеңіл киінбеймін. Маған бәрібір мен әдемі көрінемін бе, әдемі көрінбеймін бе, менің денсаулығым тек қана маған керек. Ал жұрттың ойындағы нәрсе, оны естімеймін ғой мен. Бетіме келіп айтсаң, онша емес болып тұрсың ғой деп. Оның өзінде де маған қатты бір әсер ететін нәрсе емес ол. Бірақ та менің жылы киінуім, өзімді жылы ұстауым, ол бірінші кезекте маған керек нәрсе. Сәннен гөрі денсаулық маған керек. Сол себепті қыздар, сән қуалағаннан гөрі ең бірінші байлық денсаулықты жақсы ұстаңыздар, күтініңіздер. Өйткені ертең бір жаңағыдай қазір білінбесе де ертең бәрібір де естіген сайын оның барлығы шыға береді. Сол кезде ойлайсың, әттең сол жас кезімді қайтара алсам ғой, мен бұлай киінбес едім, бұлай мен шамалы қарамас едім деген сияқты. Сол себепті қыздар, денсаулықтарыңызды қатты күтіңіздер, витамин ішіңіздер, ауырмасаңыз да барып тексеріліп тұрыңыздар. Тем более қазір барлығымыз медсақтандыру төлейміз, оны босқа төлеп жатырған жоқпыз ғой, барып әлсін тексеріліп, аллергияңыз болса очищающий алып деген сияқты, сондай өзіңіздің денсаулығыңызға қарап күтініп жүріңіздер. 7-ші кеңесім, ол кітап оқы, сауатты бол. Оқу дегені менің айтып кеткенім жаңа подкасттан қара, аннан қара, мынан қара деген ғой. Білесіздер ме, кітап оқыған адамға шексіз тамсануға болады. Кітап оқыған адамнан неше түрлі керемет нәрселер үйренуге болады. Ол адамды жарты сағат тыңдағанның өзі кәдімгідей саған бір қанат бітіреді да. Сол себепті қыздар, өте сауатты болайық. Әдеміліктен гөрі сауатты болуға ұмтылайық. Мысалға, мен мына нәрсеге көбірек акцент қоямын. Білімді болуым, көп нәрсе білуім, менің әдемі болуым, мына түрім менің, ол менің таңдаған нәрсем емес. Бұны Құдай маған берді. Ата-анамнан келген, генетикамен келген нәрсе. Оны мен ешқашан таңдаған жоқпын. Сол үшін де мен өзіме де, басқа біреуге де әдемі немесе сүйкімсіз деп бір ат қоя алмаймын. Бұл нәрсеге өзіме ондай хақым бар деп мүлде ойламаймын. Дәл сол сияқты осы берген түрмен мақтанып, өзім таңдаған сияқты мақтануды жөн көрмеймін. Өйткені бұны мен өзім таңдаған жоқпын, өзім жасаған жоқпын. Түсінем, егер мен бетімде акне болып, мен онымен жұмыс жасап, бетімді жылтыратып қойсам, тап-таза етіп қойсам, ол менің еңбегім. Мен оған уход жасадым, дәрісін іштім деген сияқты. Бірақ негізі мына түрді мен таңдаған жоқпын. Және де сол таңдамаған түрмен ғана мақтанатын адамдарды мен ешқашан түсінбеймін. Өйткені андай сияқты ғой, біреу дайын асқа тыққас болып келеді, және сонымен мақтанады. Немесе сен тамақ пісіресің, біреу келіп соның дәл алдына отырып алады да, мынаны мен пісірдім дейді. Оны пісірген Құдай, оны жасаған сен әке-шешең. Әрине оларға рахмет айта аласың, бірақ менің әдемілігім, менің осы қоғамға ұсыналатын, жалпы ортама ұсыналатын жалғыз нәрсем деген ол өте үлкен ақымақтық деп білемін. Жаңа айтқандай, әдемі болу бөлек, күтім жасау бөлек. Күтім ол үлкен еңбек талап етеді, оған шексіз құрметім бар. Әдемі адамдарға да шексіз құрметім бар. Енді қарағанда кәдімгідей көзің тамсанып қалады ғой. Бірақ
мен әдемімін деп қана мақтанатын адамдарды ешқашан түсінбеймін. Ол мақтанатын нәрсе емес деп ойлаймын. Ал сенің білімді болуың, сенің көзің ашық, көкірегің ояу адам болуың, интеллекті дамыған, зиялы адам болуың, ол сенің еңбегің. Кітап оқуың, көп нәрсе түйуің, көп нәрсе білуге тырысуың, ол сенің еңбегің. Сен үнемі телефон шықып отырған жоқсың, сен білім алып жатырсың. Сен өзіңді дамытып жатырсың. Өзіңмен күнде жұмыс жасаудасың. Осы үшін мен кез келген адамды шексіз құрметтеймін. Осы үшін кез келген адам шексіз құрметтейді. Неге біз Абайды әлі жақсы көреміз? Неге біз Абайды әлі де ұлы тұлға дейміз? Біз Абайдың түріне қарап әдемі болды демейміз ғой? Немесе осы уақытқа дейін тарихта қалған ешқай адамды түрі үшін жақсы көрмейміз ғой біз? Сол үшін де ақыл ой, қайратты жүрек қана адамның өзі үшін жасай алатын үлкен жемісі, еңбегі деп білемін. Сол үшін де қыздар, оқыңыздар. Өте қызықты тұлға болыңыз. Сөйлескісі келетін, сіз сөйлегенде үндемей сіздің алдыңызға бүйтіп қарап отыратын адам болыңыз. Мен сондай адамдарды тыңдағанды қатты жақсы көремін. Ол адамдарға қарап задрот, батан деп ойламаймын. Мен ол адамдарға қарап қандай еңбек еткен адам, қандай білімді адам, сила, воля, қандай күшті адам деп ойлаймын. Сол себепті оқыңыздар. Білмеймін, оқуды өмір бойы айтатын шығармын. Өйткені тем более қыздар үшін өте маңызды нәрсе. Біз себебі білімсіз, бәрібір де қазір шынына келгенде қоғамда бәрібір де орнымыз басқаша да біздің. Ал білімсіз біз бәрібір де ешкім болып қаламыз. Біз білімсіз үйде отырған адамдарды қадірсіз демеймін, өйткені өзім де үйде отырмын. Бірақ білімді адам бәрібір де әрқашанда қадірлі, оның орны бәрібір болады және бар. Бір білім алуға кішкене бір уақытыңызды жойыңызшы, сол сізді өміріңіздің соңына дейін жетелеумен жүреді. 8-ші ақылым: таңдаған тазға жолықпайды. Мен 23 жасымда өзімнің қазір күйеуіммен қыз бен жігіт болып жүріп бастадық. Ол уақытқа дейін менің қанша құрбым, қанша танысым, достарым да үйленіп, тұрмысқа шығып сөйтіп бастады. Сол кезде маған әкем мен жігітпен жүрмес бұрын маған айтқан: егер өзімнің теңімді таптым, онымен қосылғым келеді, отау құрғым келеді десең, мен саған қарсы болмаймын, мен керісінше қуанамын. Өйткені әр ата-ананың парызы қызын құтты жерге қондыру, өзіңнің теңіңді тапсаң, мен керісінше қуанамын деп. Ол кезде бірақ менің тіпті күйеуге шығу мүлде ойымда болмаған. Бірақ та мен блокнотқа өзімнің қандай ер азаматқа тұрмысқа шыққым келетінін жазған болатынмын. Аямай тұрып өте көп жазған болатын. Меніңше 50 ма 100 ба бір қасиетін жазған болатынмын. Басында ұялдым, қатты бір идеальный адамды суреттеп кеттім ғой. Жазып алып, ой, мен мына адамға лайық емеспін ғой деп неше түрлі нәрсе ойладым. Бірақ та шынымды айтайын ба, мә жазғаным дұрыс болыпты. Содан кейін мен күйеуге шығар алдын сол блокнотымды ашып қарап едім. Кәдімгідей дәл сондай адам тауыппын. Мысалы осы уақытқа дейін мен қатал мұғалім болған шығармын, мүмкін жұмысымда да қатал болған шығармын. Барлық нәрсеге дисциплинарны қарайтын болдым. Кәдімгідей бүйтіп қатулы қабақпен барлығын дұрыстап сөйтіп қарайтын болдым. Ешқай жігітке артық күлкі, артық үміт сыйламайтын болдым. Мен мысалға жаңағыдай ухаживать дегенді, егер менің көңілім болмаса, ол адамның ақшасын жойып, одан да бағалы көңілін алып үйтіп жасағым келмейтін. Ол мен үшін үлкен қиянат көрінетін. Өйткені бір адамға үміт беру, одан кейін оның жүрегін жаралау, ол өте үлкен қастандық сияқты көрінетін маған. Сол себепті де жүрегім біреуге жібігенін күтетін едім. Сол өтірік емес екен. Адамның жүрегі, тем более қыздың жүрегі қатты сезеді деп ойлаймын. Енді жігіттер барлығы айтады ғой, мен осы қызды кездестіргенде бәрібір де өзімнің әйелім болатынын білдім деп. Мен де күйеуіммен жүріп бастағанда бәрібір осыған күйеуге шығатынымды, осы адамның өмірімді көретінімді, осы адамға тұрмысқа шыққым келетінін сезген едім. Осы уақытқа дейін әйтпесе мен ешқалай тұрмысқа шығу деген ниетімде де болмаған. Яғни мен 30 жасыма дейін күйеуге шықпаймын деп те ойлағам. Дегенмен енді Алланың бұйыртқаны солай болып тұр екен. Және де мен шынымен де айтайын, таңдадым. Маған осындай азамат болса екен, мен осындай ер азаматпен бас қоссам екен, осындай менің күйеуім болса екен деп ойладым. Және ол ойымнан ұялмауға тырыстым. Өйткені мен де сондай адамға лайық болуға тырыстым. Оқыған азамат деймін ба, мен де оқыған азаматша болуға тырыстым. Білмеймін, бір дін жағынан сауаттылығы болсын деймін ба,
мен де сәл-пәл болсын сауатты болуға тырыстым. Мен шет тілін білсін деймін бе, мен де бір шет тілін білуге тырыстым. Және де дәл сол қалағанымдай азаматты кездестірдім. Тіпті менің арманымдағы менен ақылдырақ болсын, мен барып ақыл сұрайтын, мен шын мәнінде мойындайтындай бір азамат болса екен деп ойлағанымдай азаматқа қазір күйеуге шығып жан-жары болып отырмын. Сол себепті қыздар, таңдаңыздар. Таңдаған адам ол тазға жолықпайды. Таңдаған адам кімді қалайтынын, қандай азаматты қалайтынын, кімге күйеуге шыққысы келетінін нақты білетін қыз. Мен мысалы нақты білгенім үшін де таңдай алдым. Таңдай алмайсың, сенің критерияларың болмаған кезде мен мынандай адам қалаймын деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Мен мысалға сары жігітке күйеуге шығамын деп ойладым. Енді күйеуім қара емес, сап-сары да емес. Мен үшін маңыздысы оның ақылы, ой-өрісі, маған көп нәрсе үйрете алатындығы, оның жүрегі жұмсақ адам екен. Кез келген адамға көмек қол ұшын созғысы келіп тұратынында. Мен шынымен де оған қарап әр әрекетіне қарап мақтанам кәдімгідей. Біздер көшеде бірдеңе болып қалған адамға көмектесуге, кез келген адамға көмектесуге екеуміз бірге жұмылып тұрамыз. Сол үшін де ол мені қолдайтынына, мен оны қолдайтынына қатты қуанам да іштей. Сол себепті бұл жерде түр әлпеті бүйткен сөйткен емес енді. Бір жағынан әрине енді ұзын жігіт қаладым, сымбатты болсын дедім, денелі болсын дедім. Енді дәл сондай кездестірдім, бірақ дегенмен де енді 100-ге 100 емес, бірақ та негізгі деген нәрселерімді ол адамнан таптым, және де шын мәнінде бақыттымын. Еш кіршіксіз айта алатындай дәрежедемін қазір. Сол себепті қыздар, таңдаңыздар. Мен осындай ер азамат қалаймын, бірақ сондай ер азаматқа лайық болуға тырысыңыздар. Өйткені тең-теңмен, тезек қабымен дейді қазақ. Мен ақылды жігіттің қасында ақымақ болып тұрсаң, одан не пайда? Сұлуғына шай құйып ішпейсің, сорпа құйып ішпейсің деген шын нәрсе ғой. Мысалға, сенің балаңның ақылды әкесі болғанмен ақымақ анасы болғаннан не пайда? Немесе ақылды анасы болғаннан ақымақ әкесі болғаннан не пайда? Сол себепті тең-теңімен, тезек қабымен. Сен бір жігіт, андай оқыған, тоқыған жігіт қалайсың ба? Сен де оқы. Сол үшін де мынандай жігіт қалаймын деп жазып шығыңыз. Сосын мен сондай жігітке лайықпын ба? Лайық болу үшін мен қандай бола аламын деп жазып шығыңыз да, сондай адам болуға тырысыңыз. Ол мүлде қиын емес. Сіз керісінше дамисыз, және де өзіңіздің теңіңізге тең болуға тырысасыз. Міне осындай әзірге ақыл кеңестерім жинадым. Енді ойланып жинағаным осы болды. Әлі ұнап жатса осы рубрика тағы да жинап неше түрлі нәрсе айтуға тырысамын. Жалпы өзімнің сіңліме қандай ақыл айтар едім, сіздерге де дәл сондай ақылымды жинастырып келдім. Енді біреумен мүмкін келісесіз, мүмкін келіспейсіз. Ол сіздің таңдауыңыз. Менің таңдауым осындай видео түсіріп сіздермен бөлісу, қабыл алу алмау өзіңіздің еркіңізде. Шын жүректен барлығын жинап, жаңағыдай барлығын әр пунктті түсіндіруге, неге ондай ойға келгенін түсіндіруге тырыстым. Осы жерден пайдалы ақпаратты көптеп алып кетесіз деп үміттенемін. Қандай да бір сіздің көзқарасыңыздың өзгеруіне, өміріңіздегі бір түсініктің өзгеруіне, одан әрі әдеміленуіне үлесімді қостым деп үміттенемін. Сол себепті зияннан гөрі пайдасын алып кетсеңіз, мен үшін үлкен бақыт болар еді. Осы видеоның астына ұнаған пунктті, өзіңіздің де айтқыңыз келген ақылыңызды, және осы видео жайында өзіңіздің пікіріңізді міндетті түрде тастап кетіңіз. Мен барлығын оқимын, мен үшін өте приятны болар еді. Өйткені мен тырысып осындай жұмыс жазып отырмын. Кері байланыс алғым келеді. Сол себепті лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және менің каналыма жазылыңыздар. Алда неше түрлі қызықты видео күтіп тұр. Сол себепті келесі кездескенше сау болыңыздар.